Саламатсыздар ма? Күнделік газетте әр пән мұғалімі қтж-ға тақырыптардың барлығын санап енгізіп болған екен, яғни жариялап болған екен. Оны қалай көреді? Бағдарламаның орындауын қалай көреді? Немесе сынып жетекші өзінің сыныбына сабақ беретін пән мұғалімдерінің қтж-ға жариялап бағдарламаның орындауын қалай көреді? Келесі видеоға назар аударсаңыздар, ол үшін күнделік газет мектепті басқаннан кейін есептерді басасыздар. Есептерді басқаннан кейін төменгі жағында бағдарламаның орындалуы деген бар. Сол жерден пән бойынша мұғалімге дегенді басасыздар. Әр пән мұғалімі өзін таңдайды, өзінің сабақ беретін пәнін. Одан кейін пән бойынша мұғалімді өздері таңдайды. Толық жыл, есепті құрастыру. Есептегі құрастыру барысында мысалға жарияланғаны міне 7-ші А сыныбы жоспар бойынша сағаттар 62, берілгені 62, бағдарламаның орындалғаны 100% орындалған. Ал енді сынып жетекші қалай көреді? Негізі мынаның барлығы бірдей болу керек. Мына берілгенмен жоспар бойынша сағаттар саны бірдей болады, және сол кезде 100% орындалған болып саналады. Ары қарай сынып жетекші көретіні. Сыныптарды басасыздар, мысалы 7-ші А сыныбы. 7-ші А сыныбын басам, толық жыл дегенді басам. Есептерді құрастыру. Және сол жерде 7-ші А сыныбына сабақтың барлығы шығады. Сол жерде мысалға 25 пән. 25 пәннің қазіргі таңда жарияланғаны география, яғни өзім жариялағаным. 62-де 62 100%. Одан кейін информатика пәні 1-ші топ, 2-ші топ. 32-де 32 100%. 33-де 33 100%. Яғни бұл толық жарияланған болып саналады. Және қтж-да жарияланғанмен сабақ кестесіне күндері екеуі сәйкес келіп, бағдарлама толық 100% орындалды деген сөз ол.